Сәлем достар, бауырды дұрыс қуыру туралы бір ерекше рецептпен бөліскім келеді. Осы рецептпен сіздің бауырыңыз жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен біз бауырымызды шамамен 500 грамдай сыртында пленкасын алып тастаймыз. Жуып тазалап, осылай соломка етіп, біркелкі етіп турап шығамыз. Енді бауырымызды бір ыдысқа саламыз да, бір жарты шай қасық тұз қосамыз да араластырып қоямыз. Енді кішкене үлкендеу пиязымыз алып, ортасынан бөліп, осылай жартылай дөңгелекшелерге турап шығамыз. Кішкене жіңішке етіп тураңыздар, сонда әдемі болып шығады. Енді табамызды отқа қоямыз, ішіне майымызды құямыз, қыздырып аламыз да, ішіне жаңағы бауырымызды салатын боламыз. Бауырымызды араластырып тұрамыз, ол біркелкі түске айналуы қажет. Осылай біркелкі түске айналған кезде үстіне пиязымызды қосамыз да, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Бауырдың босы ерекшелігі жаңағы тез пісетіндіктен, бұны көп қуырудың қажеті жоқ. Енді үстіне тұз қосамыз дәміне қарай, және де қарабұрыш қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай біз енді қуырамыз. Біздің жаңа пиязымыз сарғыш түске айналып піскен кезде оттан алып тастайтын боламыз. Көп қуырып қойсаңыздар, сіздің бауырларыңыз қатты болып пісіп кетуі мүмкін. Сол себептен уақытында оттан алып тастауымыз қажет. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Егер осы рецептпен дайындасаңыздар, сіздердің бауырларыңыз жұп-жұмсақ, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаған болса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі өте керемет, оңай рецепттер болады. Сіздермен болған Әйгерім, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.